Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәл қазіргі күз мезгілінде асқабақты нағыз пісіп тұрған кезінде осындай асқабақты нанның жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойды, ұмытпаңыздар. Ең алдымен 300 грамм асқабақты алып, сыртын тазалап болғаннан кейін осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Қатты ірі қылып жібермеңіздер, майда кубиктерге бөлеміз. Кішкентай кастрюльге асқабақтарды салып, үстінен 4-5 ас қасық су құйып, газге астын баяу етіп қоямыз. Сонда біздің асқабақтарымыз жібіп, пісетін болады. Осылай жұмсақ болып, пісуге дайын болған кезде алып, газден үстінен блендермен жақсылап езіп шығамыз. Барлығын жақсылап езіп болғаннан кейін бір шетке суытуға алып қоямыз. Басқа ыдысымызға 45 мл жылы сүтімізді салып, үстінен 6 грамм ашытқыны және де бізге 70 грамм бал қажет болады. Сұйық бал, соның бір шай қасығын бірінші біз апара жасап аламыз. Осының үстінен салып, әселіміз, балымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Үстінен бір ас қасық ұн салып, осылай венчиктің көмегімен барлығы біркелкі масса болғанша араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып, шамамен 15 минутқа қалдырамыз. Міне біздің апарамыз осылай көпіршіктеніп тұру керек. Оның үстінен жаңа қалған балымызды саламыз және де бір шай қасық тұз салып, үстінен 80 мл сұйық майымызды қосып, барлығын венчиктің көмегімен балымыз ерігенше араластыратын боламыз. Толық құрамның барлығын описанияға жазып қалдырып кетемін. Сол описанияда жазылған 400 грамм ұнның 100 граммын бірінші салып аламыз да, осы қолдың көмегімен жақсылап араластырып, біркелкі масса жасаймыз. Міне бізде осылай жұмсақ қамыр болу керек. Осының үстінен дайындап қойған асқабақтың пюресін саламыз. Екеуін бірге біріктіріп, кішкене қолдың көмегімен араластырып жібереміз. Және де қалған ұнның тағы да барлығын салып жібермеңіздер. Тағы да 200 граммын салып, жақсылап илейтін боламыз. Бізде жұмсақ қамыр шығады, ешқандай қолға жабыспайтын. Ұнның барлығын бірден салып жібермеңіздер деп айтып жатқаным, себебі әртүрлі ұнның тығыздығы әртүрлі болуы мүмкін, көп болып кетуі мүмкін, сондықтан барлығын қосып жібермеңіздер. Мен бізде осындай сап-сары, өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Ыдыстың астын кішкене майлап, қамырымыздың үстінде кішкене майлап жіберіп, 1 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қалдырамыз. Қамыр ашып, көтерілгеннен кейін алып, осылай қолдың көмегімен ешқандай ұнсыз, майсыз, бірінші сәл-сәл жұқа етіп жаямыз да, осылай бір шетінен алып, дөңгелек етіп орап шығамыз. Тағы да астын жақсылап бір-біріне жабыстырып жібереміз де, дөңгелек етіп әдемі етіп қойып қоямыз. Және де біз формамызды дайындап аламыз. Кез келген формада пісіре берсеңіздер болады. Мен бұндай кольцо қойғаным себебі жаңағы нан қатты былай жайылып кетпесін деп осылай формаға қойып алдым. Яғни дөңгелек болып шықсын деген ниетте. Осының бетін жауып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз тағы да 2 есеге көтерілді. Енді үстінен кішкене ұн сеуіп, осылай пышақтың көмегімен әдемі суреттер салсаңыздар болады. Негізі бұл міндетті емес, бұлай жасамасаңыздар да дәл осылай пешкеге салып пісіре берсеңіздер болады. Негізі бұлай сурет салу өте оңай. Өткір пышақтың немесе лезвінің көмегімен кез келген осылай әдемілеп сызып шығамыз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және де WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен әртүрлі чаттармен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын.
Пешімізді алдын ала міндетті түрде қыздырып аламыз. 200 градуста 35 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне біздің нанымыз өте әдемі болып піскен. Ішінің барлығы толықтай піскен, кішкене влажный болып көрінуі мүмкін. Себебі арасында асқабақ болғандықтан солай көрінеді, бірақ дәмі өте керемет, батон нанға ұқсас, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.